Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алва. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы ши бауырсақтың рецептісімен бөліскім келеді. Ши бауырсақты дайындау үшін бізге қажетті заттар: жылы су, жұмыртқа, қант, сұйық май және де ас содасы, тұз, ұн керек болады. Ең алдымен ыдысқа жылы суды құйып, қантымыз бен тұзымызды салып, араластырып аламыз. Кейін жұмыртқаны саламыз. Араластырып тұрып, үстіне сұйық майды құямыз. Ұнға ас содасын салып, ішінде араластырып аламыз. Және де електен өткізіп, ұнды саламыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр бізде жұмсақ болып шығуы керек, қолға жабыспайды. Қамырдың иге қанғанша жақсылап илеу қажет. Бізде осындай қамыр шықты, жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырдың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң тағы да қамырымызды 1 минутта иген қандырып илейміз. Одан соң осылай үстін басамыз. Пышақтың көмегімен қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Енді әр бөлікті алып, осылай жасай отыра қамырды созамыз. Ары қарай пышақтың көмегімен 1,5 сантиметрдей кесіп, ұсақ-ұсақ бөліктерге бөлеміз. Енді қатты қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, қуырып аламыз. Бауырсақтарды араластыра отыра, қызарғанша қуырып аламыз. Майды өте қаттырақ қыздырған дұрыс, өйткені бауырсақтар ақшыл болып қалуы мүмкін. Достар, біздің ши бауырсақтар дайын. Өте дәмді, тез және оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Соңына дейін қараған болсаңыз рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.